Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер көп мүшелерді көбейткіштерге ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару тәсілімен жіктейміз. Яғни біздерде мынадай көп мүше беріледі бізде. Тағы бір мүше беріледі, тағы бір мүше беріледі. Осылай бірнеше мүше немесе көп мүше беріледі. Біз соны көбейткіштерге жіктейміз деген сөз. Яғни жақша көбейту мысалға. Бір жақша болуы мүмкін, екі жақша болуы мүмкін, бірнеше жақша болуы мүмкін. Немесе бір санды көбейтеміз, мысалға сан немесе әріп болуы мүмкін, оны көбейтеміз бір жақшаға. Яғни біздер ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Ортақ көбейткіш дегеніміз мыналардың әрқайсысында бар көбейткіш. Бізде өзі көп мүшелердің өзі көбейтінден тұрады ғой. Соның әрқайсысына көбейтіліп тұрған нәрсені, немесе санды, немесе әріпті жақшаның сыртына шығарамыз деген сөз. Ал енді мен осы айтқан нәрсеме мысал келтірейін. Мысалға бізде мына біріншісінде, мына А деген сан біріншісінде де көбейтіліп тұр. А көбейту бар, А деген әріпіміз мысалға екіншісінде де бар, А деген әріпіміз үшіншісінде де бар. Сонда мен мына жерде А-ны жақшаның сыртына шығарамын да, мына жерде не қалып қояды біріншісінде? А бізде жақшаның сыртына кетіп қалды, 15Б қалды. Арасы азайту. Енді 8 қалды. А бізде жақшаның сыртына шығып кетті, С қалды. Және қосамын, 7-ден 2, А кетіп қалды, Д қалды. Сонда біздер осылай көбейткіштерге жіктедік, яғни мынау көбейтілген, мынау болды. Көбейткіштерге жіктеген кезде бізде міндетті түрде аралары тек қана көбейту болу керек. Көбейту жақша болу керек. Ал жақшаның ішінде бізде осындай азайту қосу болса болады, бірақ бізде жақшалар көбейту, жақшалар немесе әріптер, сандар көп мүше көбейту болып, арасы осындай болып тұру керек қой. Ал егер мына түрдегі бізде, мысалы өрнек, ол көбейткіштерге әлі жіктелмеген. Ал мына жерде А көбейтілген, мынау болып, екі көбейткішке жіктелген немесе топталған десек болады. Ал енді келесін көрейік. Мына жерде мысалға М бар, М бар, яғни осы М-ді мен жақшаның сыртына шығарып жібергенде 0,1 қалды. Көбейтілген N қалды, Қайсы М, қайсы N деген жөндеп көрмейді екен. Қосылғаның 2 қалды және М кетіп қалып еді, К қалды. Азайтылған 4 қалды, М кетіп қалды, ештеңе жоқ. 4-дің өзі қалды. Түсінікті ғой? Яғни ортақна М-ді жақшаның сыртына шығардым. Енді келесінде бізде қарап тұрсаңдар, мына жерде 0,125 тұр. Біз оны жазаламыз. Сарымен жазайын, 0,25 көбейтілген қанша болады? 0,5 болады екен. Мысалы осылай 2-ке бөліп жазып алайық. Қазір бізге керек болады. Мына жерде М-нің квадраты бар, N-нің кубы бар. 0,25 өзі бар екен. Ал мына жерде 0,25 көбейту 0,25 деп екірет жасақ болады. Ал мына жерде М-нің квадраты тұр, М тұр, мынау, және М-нің квадраты тұр. Және N-да бізде тұр, бірақ мына жерде кубы тұр, мына жерде біреу тұр, мына жерде біреу тұр. Ал енді ортағы қайсысы болады деген кезде, мына жерде 0,25 бар, біреу бар, Мына жерде 0,25 бар, мына жерде 0,25 екеу, бірақ оның біреуін ғана аламыз. Себебі мына жақта қалғандарында жетпейді, бір-бірден ғана бар. Үшеуінде де бір-бірден бар. Мына жерде М-нің екеуі бар квадраты, М-нің біреуі бар, М-нің квадраты бар. Яғни ең азы бізде біреуі. Яғни бір талғана М аламыз. Мына жаққа жазып қойын. Яғни 0,25-ті алдық. Сосын М-ді алдық. Енді N-дерді санайық. N-дер бізде N-нің кубы бар, N-нің біреуі бар, және N-нің біреуі бар. Яғни бізде ортағы N-нің біреуі ғана ортақ, қалған екеуін қазір жерге жазып қоямыз. Сонда мына үшеуін жақшаның сыртына шығардық та, енді бізде мына жақтан 0,25 шығып кетті, 0,5 қалды. М-нің квадраты шығып кетті, М-нің квадраты ғой. М-нің біреуі шықты, М-нің қалған біреуі қалды. N-нің кубы болатын, біреуі шықты, N-нің квадраты қалды. Біріншісінен азайту, екіншісінен 0,25 шығып кетті. N-нің біреуі болған, М-нің біреуі болған, сол бір-бірден олар да шығып кетті. Мына жерде не қалды деген кезде бізде
Ештеңе қалмады деуге болмайды. Көбейту 1 бар, иә бізде. Бір көбейту 1 деп жазсақ болады ғой көп мөлшердің алдына. Сонда бізде қалды 1 ғана қалды. Қосамын. 0,25-тің біреуі шығып кетті, біреуі қалды. М-нің квадраты еді, М-нің біреуі шығып кетті, М-нің біреуі қалды, N-нің біреуі еді, сол шығып кетті, өзі қалды міне. Ештеңе қалмады, иә. Сонда бізде осылай мынау көбейтілген, мынау түрінде екі тал көбейткішке жіктедік, немесе топтадық. Ал енді демек біздер егерде мысалға мына санның өзі түгел шығатын болса, орында 1 қалады деген сөз. Оны тастап кетуге болмайды. Енді біздер мынаны қайттан мысалға алдыңғы сабақта айттым ғой мен. Жақшаны ашу, иә? Яғни мына көбейтіліп тұрған нәрсені мен әрқайсына көбейтіп шықсам, былайына. Онда бізде жаңа m мен m бізде m-нің квадраты болады, n мен n-нің квадраты n-нің кубы болады да, тура осылай мына не қайттан шығады екен. Енді екіншісін көрсетейін. 328, 82. 328-дің өзі, 82-нің өзі. 328-ге бөліне ме? Бөлінеді. 82, 82, 164. 164-ке 164 тосын, 320, және 448. Яғни 4-тен екен. Мынаны 82 көбейтілген 4 десем болады. Ал мына жақта 82-нің өзі. Яғни ортақ көбейткіш бізде 82 болып тұр. Т-нің квадраты болып тұр. Мына жерде т-нің квадраты, яғни т-нің квадраты ол екеуінде де ортақ т-нің квадратын шығарып аламыз қазір. К-нің кубы бар, к-нің квадраты бар. Яғни мына жерде 1к артық. Сол к қазір қалып қояды. Сонда 82 шығады. Т-нің квадраты екеуінде де ортақ бар, және к-нің квадраты бар. Ал мына жерде қалып қойды, жаңағы 4-іміз қалып қойды, және к-нің кубы еді ғой. Бізде к-нің квадраты ғана шықты, яғни 1к қалып қойды. Арасы қосу болса қосу болады, 82 шығып кетті, т-нің квадраты шығып кетті, к-нің квадраты шығып кетті, үшеуі де шығып кетті. Бірақ бізде бір көбейту бар, сол 1 қалып қояды екен. Қосу 1 болып қалып қояды. Яғни мынаны наған көбейтсек мына шығады, ал мынаны мына 1-ге көбейтсек мына шығады. Егер де біз мына 1 жерде жазбасақ, онда біз мына нәрсені жоғалтып аламыз деген сөз. Ал енді 15-те 5-ші есепте қарап тұрсаңдар. Мына жерде А плюс Б болып тұр, А плюс Б болып тұр, көбейтіліп тұр. Мына жерде А плюс Б көбейтіліп тұр. Яғни үшеуіне де А плюс Б көбейтіліп тұр. Яғни ортақ көбейткішіміздің өзі А плюс Б болып тұр. Сонда А плюс Б жақшаның сыртына шығады да, мұнан өзі жақша болып тұр, сол үшін оны бөлек жақша қалдым. Ал жақшаның ішінде мына жерде 12 қалды біріншісінде. Азайту екіншісінде с қалды, үшіншісінде қосу 5-ті қалды. Демек мен А плюс Б, мысалы А плюс Б-ны 12-ге көбейтем, А плюс Б-ны с-ға көбейтем, А плюс Б-ны 5-тіға көбейтсем, мына нәрсе шығады екен. Яғни ортақ көбейткішіміздің өзі жақша болып тұр ғой. Бізде не обязательно бір нәрсені ғана шығару, немесе екі нәрсені, үш нәрсені ғана шығару. Біз жақшамен де шығара аламыз, жақшаның сыртына жақшаны шығарамыз ғой, былай айтқанда. Екіншісінде де тура осылай, мысалға m минус n шығады жақшаның сыртына. Біріншісінде бізде 14-тің өзі қалады. Қосылған екіншісінен x қалады. Сонда міне екі көбейткішке жіктеп тұрмын. Яғни мынау бірінші көбейткішіміз, мынау екінші көбейткішіміз арасында көбейту болады да, көбейткіштерге жіктедік. Ал мына тұрған тұрсында бізде арасында қосу болғандықтан көп мүше түрінде болған. Ал мына жерде 7 минус 8а, 8а минус 7. 14 минус 16а, 7 минус 8а. Мысалы 7 минус 8а мен 7 минус 8а екеуі бір-біріне ұқсас болып тұр, бірақ мына жерде 8а минус 7 болып тұр. Мен оны былай жасағым келіп тұр. 8а минус 7, мен минусты жақшаның сыртына шығарам деген нәрсе бар да, мен сол кезде орындарын ауыстырып қоямын. 7 минус 8а деп. Егер де мен жақшаны ашатын болсам, мына минус 1-ді шығарым деген сөз ғой. Минус 1-ді 7-ге көбейтсем, минус 7 шықты. Минус 1-ді минус 8а көбейтсем, плюс 8 шықты. Мына нәрсе қайтан шығады. Яғни мына нәрсенің аты бізде, мына амалдың аты минусты жақшаның сыртына шығару. Яғни біздер минус жақшаның сыртына шығарсақ, мына екі азайтындының орындары ауысып салады деген сөз ғой.
сол кезде біздер мынаны жазамыз. Мен қазір мынаны қайтадан жазып қояйын астына. Яғни 4b болды. 7 минус 8a болған. Енді мына минус шашын сыртына шығардым, мына жерге минус қылып. Ол минус мына жерді минус қылып жібереді. 7 минус 8a осылай қалады. Азайту. Енді мына жерде 14, мына жерде 16, е? Екеуі де бізде 2-ге бөлінеді. Яғни 2-ні шашын сыртына шығарып жіберсем, қайттан 7 минус 8a шығады. 7 2 14, 2-ні 8 алып өтсем, 16 шығады. Қосылған 7 минус 8a қайттан және шашын сыртында AB. Сонда біздің ортақ көбейткішіміз 7 минус 8a болып тұр. Ал біріншісінен қалады 4b. Арасы азайту болып тұр. Азайту a қалады екіншісінен. Үшіншісінен бізде минус 2 қалды. Төртіншісінен бізде AB-ның өзі қалды. Қосылған AB. Міне осылай екі жақшаға көбейткіштерді жіктедім. Мына нәрсені сендер ұмытпауларың керек. Кез келген жағдайда осылай арасы минус болса, сендер минус жақшаны сыртына шығарып, орындарын ауыстырып қойсыңдар болады, егер өздеріңе керек болса солай. Ыңғайлы болса. Енді біздер осы тәсіл арқылы теңдеу шешейік. Мысалға, x-тің квадраты қосылған 6x тең 0. Сендер осы кезден бұндай теңдеу көрмедіңдер. Мен мына жақта x-тің квадратын x көбейту x десем, қосылған 6x десем, тең 0 деп. Сонда мен x мына жерде бар, мына жерде бар. x мына жерде біреу кетіп қалды, біреу қалды. Қосылған мына x кетіп қалды, 6 қалды. Ол тең 0 болып тұр. Яғни x-қа көбейтсек, x қосылған 6-ны тең 0 болу керек. Енді біз бұны не істейміз ары қарай? Бізде мына көбейтіліп тұр ғой. Бізде көбейтіндісі 0 болу үшін или бірінші өрнек 0 болу мүмкін, или екінші өрнек. Яғни кез келген санды немесе өрнекті 0-ге көбейтсек 0 ғой. Демек біздер x тең 0 болу мүмкін, немесе x плюс 6 дегеніміз 0 болу мүмкін. Сол жағдайда ғана бізде мына теңдеуіміз 0-мен, мысалы, тең 0 болады. Егер тең сан болса, ол ондай болмайды. Яғни біздер көбейтіп тұрған нәрсені 0-ге тең болса, оны жеке-жеке 0-ге теңестіреміз деген сөз. Сонда x-іміз тең 0 шықты, біріншісіне ол тұра береді. Енді қаншаға 6-ны қоссақ 0? Яғни x дегеніміз минус 6. Сонда біздер мына жерге 0-ды қойсақ, 0 қосылған 6, 0 көбейтілген 6 тең 0 болады. Немесе минус 6-ны қойсақ, минус 6-ны 6-ға қоссақ 0 шығады, 0-ды минус 6 өтсек бәрі 0 шығады. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестіреміз деген сөз. Екіншісіне де сондай. X-ті жашан сыртына шығарсақ, біріншісінде 8-ден 7 қалады. Екіншісіне жай ғана x қалады, тең 0 болып тұр. Яғни x1 тең 0 болып тұр. x1 дегеніміз x бірінші түбір. Мынау екінші түбірі. Ал 8-ден 7 плюс x тең 0 болып тұрса, x-іміз яғни мынаның қарама-қарсы саны болу керек 0 болу үшін. Себебі қарама-қарсы сандарды қоссақ қана 0 шығады. Минус 8-ден 7 болады. 8-ден 7-ге минус 8-ден 7-ні қоссақ 0 болады да, оны көбейтсек бәрі 0 шығады. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестірдік. Келесі 15-те 9. Бұл жерде тура осыны теңдеу. Біздер қазір кейбір оқушылар мына жерде жеке-жеке 0-ге теңестіріп алды, бірақ бұл жерде көбейтінді емес қосынды. Біз көбейтінді болған кезде ғана жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Ал бұл жерде қосынды. Қосынды болса, біздер жеке-жеке 0-ге теңестіре алмаймыз. Яғни біздер мына жерде бірінші көбейткіштерге жіктеп аламыз. Одан кейін барып тұрып 0-ге теңестіреміз. 2z минус 5, 2z минус 5 екеуінде ортақ. Яғни жашан сыртына шығарам. Мына жерде біріншісінде z қалады, екіншісінде плюс 5 қалады. Яғни бізде мынау 0 болу мүмкін, е? Немесе мынау 0 болу мүмкін. Сол жағдайда ғана тең 0 болады. Яғни 2z минус 5 тең 0, немесе z плюс 5 тең 0. Яғни 2z дегеніміз бізде 5 болу керек. Сонда z-іміз бізде 2-ні қанша көбейтсек 5? 2 жарымға. Яғни 2 жарымды қойсақ, 2 жарымды 2 көбейтсем 5. 5-тен 5 сақ 0. Мына 0 болады да қанша көбейтсең де 0 шығады.
Z-ке 5 қоссақ 0 болып тұр, яғни Z-іміз бізде минус 5 болып тұр. Яғни түбірлері осы екеуі екен. Мынаны да тура осылай өздеріңіз істеп аласыңдар. Енді мына жерде көп мүшені көбейткіштерге жікте деп тұр. Бұл жақта мынау бір мүше жақша болып тұр, е? Жақша дегеніміз ол өзі бөлек бір дүние деген сөз ғой. Ал мынау бөлек, бірақ арасында бізде қосу, азайту тұр, қосу тұр. Мынау енді екіден бір көбейтіліп тұр. Осылардың барлығын енді көбейткіштерге жіктейік. Біріншісінен енді біздер үшеуіне де ортақ нәрсені шашқан сыртынан табуымыз керек қой. Қайсы үшеуіне де ортақ екен? Бізде n ортақ болып тұр, е? Қарасыңдар. Мына жерде де n-дер бар, ал мына жерде n жоқ. Ал біріншісін көрейікші. Біріншісін біздер 144-тен 121-ді 12-ден 11 көбейтілген 12-ден 11 десек болады. Біріншісін жазып алайын. 12-ден 11 көбейтілген 12-ден 11 mnx қосылған 12-ден 11 көбейтілген мысалға 22 2 болып тұр. Және мынау 2 болып тұр, е? Немесе мынаны қазір 2-ге қысқартып берсем, 12-ден 11 шығады. Яғни 1-ге көбейткеннің айырмашылығы жоқ қой. mx шығады. Екіншісінен n-ді біздер жашан сыртында тұр. Қазірше бізде осы күйінде қалай берсін? Мүмкін? Мысалы, бірден шығып қалады деген сияқты. n плюс 2. Ал үшіншісінде біздер мына 2-ден 1 көбейтіліп тұр ғой. Соны біздер былайна екеуіне көбейте салайық. 4-ті 2-ден 1-ге көбейтсем, бізде 4 пен 2-де қысқарып кетеді, 2 қалады. Қосылған, енді мынау 1,6-5 дегеніміздің өзі 6-тан 11 ғой. 6-тан 11, е? Оны енді 2-ден 1-ге көбейтсем, 12-ден 11 шығады дағы. 12-ден 11 n. Мына жерде екеуі қосу болып тұр, айырмашылығы жоқ қой. 12-ден 11 n-ге қоссақ 2-ні, немесе 2-ге қоссақ 12-ден 11 n-ді қоссақ, екеуі бізде бір нәрсе. Енді мына жақтан тағы да осындай нәрсені табуымыз керек қой. Біз мына жақта мысалы 12-ден 11-ді екеуіне де ортақ болған соң жашан сыртына шығарып көрейін. m ортақ, x ортақ. Қалды бізде 12-ден 11-дің біреуі қалды және n қалды. Ал мына жерде бізде бір қалды, е? Мына жерде негізінен бізде барлығында 2-2 болып тұр ғой. Ал бірақ мына жерде бізде 1 қалды. Демек, мына жерде кітапташ тас кеткен болу керек. Мына жерде 2 қалу үшін бізде мына жерде бізде болу керек 12. Сонда ғана бізде мынау 2 көбейтілген 11 болады да, қалған 2 қалады мына жерде. 2 болып. Ал екіншісінен ары қарай жаза берейін. Минус n 11 бөлінген 12 n плюс 2 және қосамын 2 қосылған 11 бөлінген 12 n. Ол тең болып тұр. Бұл әлі тең емес, жай ғана ақшамдау. Сонда 11 бөлінген 12 n плюс 2-ні жашан сыртына шығарсам, үшеуінде де ортақ болып тұр ғой мына жерде. Мына жерде де бар, мына жерде бар, мына жерде де бар. Біріншісінде қалды бізде мынау. Яғни біріншісінен қалады, арасы көбейту болады да. 12-ден 11 mx болады. Екіншісінен қалады n қалады, минус n. Үшіншісінен ештеңе қалмады деген сөз, ол бізде 1 қалды деген сөз. Не осылай 2 көбейткішке жіктедік. Келесі енді 15-те 13-ші есептеуде осындай теңдеу алдымен көбейткішке жіктеп ал деген сөз. Бірден 0 болып тұрған жоқ мына жақта. Сонда бізде біріншісінде мысалға 7x азайтылған 5x болып тұр. Ол тең болып тұр, енді 1,5 2,3 2,1. Біз бұл жақта мысалы 3-ті жашан сыртына шығарсақ болады. Немесе мынаның бірінші жақшаны ашып жіберейін мен. Мүмкін солай ыңғайлы шығар.
яғни 7x квадрат. 7x'ті x'қа көбейтсек 7x квадрат шығады. Азайтылған 5x болды. Ол тең болды 1,5 азайтылған 2,1x. Сонда енді мына жаққа қарай жіберейін бәрін. 7x квадрат минус 5x тұра тұрсында, мына минус 2,1 плюс 2,1 x болады. 1 плюс 1,5, ол минус 1,5 болады да, ештеңе қалмайды, ол бізден 0. Бізде екі түрлі жағдай бар, ештеңе қалмастан іште 1 қалады, ол көбейтілген кезде. Ал мына жақта жай ғана ауысып тұр, 0 ғана қалды. Сонда 7x квадрат. Осылай істегенімізге ыңғайлы ма екен? Мен мына жерден қайттан шығарады, өшіре салайын да, мына жақтан 0,3-ті жақшаның сыртына шығарсам. 0,3-ті жақшаның сыртына шығарсам, мына жерде 5 қалады, азайтылған 7x қалады. Ал мына жерде x жақшаның сыртына шығарсам, x жақшаның сыртына тұр онсызда 7x минус 5 болады. Көрдіңіз ме? Мына жерде бағанағы жағдай болып қалды, бізде 7x минус 5 болып тұр. 5 минус 7x болып тұр. Яғни мына жерде біріншісін жаза тұрайын. Мына жақта плюс қойы, минус болып өтеді, 0,3 5 минус 7x болып тұр. Қазір тең 0 қалды. Мына жерде ештеңе қалмады. Сонда бізде x 7x минус 5 болды. Мынау 7x пен 5-тің орнына тұрсақ, мынау бізде минус алына шығады да, 2 тау минус болады да, 1 плюс кетеді. 0,3 қайттан 7x минус 5 болды. Ол тең болды 0-ге. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарсақ, 7x минус 5-ті шығарсақ, біздер ортақ деп. Онда x плюс 0,3 қалады. Тең 0. Демек көбейтінді болды, тең 0 болды. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Яғни 7x минус 5-іміз тең 0 болу мүмкін. Немесе x плюс 0,3-іміз тең 0 болу мүмкін. Сонда 7x тең 5 болып тұр. Ал мына жерде x тең минус 0,3 болып тұр. Бұл бізде қалай берсін, бітті ғой. Ал енді 7x тең 5 болып тұр, яғни x тең бізде 5 бөлінген 7 болып тұр. Қысқару керек қой бізге. Егер 7-тен 5-ті қоссақ, бізде 7 мен 7 қысқарып 5 қалады. Ал мына жерге 5 қалды. Яғни мына жаққа қазір 7-тен 5-ті қоссақ, 5 қалады да, 5-тен 5-ті азайтсақ 0 шығады екен. Мына жерде қалай істеген түсінікті болған шығар, 5 минус 7x-ті қалай 0,3 жақшаның сыртына шығарғаным, оның бәрі енді логика, сендер ойлануларың керек. Нені шығарсам, мына жақта ортақ болып қалады деген сияқты. Осымен біздің осы тақырыпқа видео сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетейік.